Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін небәрі 3 қана ингредиенттен тұратын өте нәзік, дәмді Наполеон даярлайтын боламыз. Бұл негізінен еріншек Наполеон болғанымен, оның дәмі өте керемет болып шығады. Достар, мен өз каналымда тек қана ерекше рецепттермен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Наполеон үшін бізге ең алдымен 1 килограммдық слоеное тесто қажет. Кез келген түрін дүкеннен алып қолдансаңыздар болады. Алдымен осы дайын қатпарлы қамырды 8 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Негізінен менің каналымда бірнеше Наполеон рецебі бар, оны жоғарыдағы сілтеме арқылы көре аласыздар. Олардың да дайындалу жолында еш қиындық жоқ, міндетті түрде оны да даярлап көріңіздер. Дайындап алған қамыр бөліктерін біртіндеп отырып жаямыз. Тефлоновый ковриктің немесе пергамент қағазының үстіне аздап ұн сеуіп, біртіндеп алып отырып, қамырды 4 бұрышты етіп жаямыз. Қамырдың қалыңдығын шамамен өте жұқа етіп 1-2 мм етіп жаямыз. Наполеон түзу тегіс болып шығу үшін мен сызғышты қолдандым. Мен ұзындығында биіктігінде 28 см етіп, яғни шаршы жасап, түзу етіп кесіп алдым. Қамыр кесінділерін бір-біріне қоспаймыз, оны бөлек пісіретін боламыз, оны үгітіп, бетіне жан-жағына себетін боламыз. Негізінен Наполеонның бұл түрін әр 4 бұрышты етіп кесілген қамырды күлшелеп, дөңгелек етіп жайып, дөңгелек Наполеон жасасаңыздар да болады. Дайын болған жайылған қамырды піскен уақытта беті қатты көтеріліп кетпес үшін оны вилкамен тесіп шығамыз. Наполеон корждарын 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 7 минут көлемінде пісіреміз. Сіздің духовкаңызда конвекция режимі болған жағдайда 3 коржды бір уақытта пісіруге болады. Корждар осылай әдемі сарғайып пісуі қажет. Қиындыларын бөлек пісіріп аламыз. Крем үшін 500 мл сливкиді өз формасын ұстағанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Сливкидің майлылығы 33% болуы қажет, және сливкиді араластыратынның алдында шамамен 10 минутқа морозильникке салып қойыңыздар. Сливки араластыратын ыдыста суық болған абзал. Сливки өз формасын ұстаған уақытта оған 250 грамм қойылатылған сүт қосып, оны лопаткамен араластырамыз. Міндетті түрде силиконовый лопатканы қолданыңыздар. Дайын болған кремді корждарымызға салып, оның барлығын құрап шығамыз. Негізінен Наполеон тортына дайындалатын әртүрлі дәмді кремдер бар. Оның біріншісі осы сіздерге көрсеткендей сливки мен сгущенкадан жасалады, ал екіншісінде сгущенканың орнына сахарный пудра қолданасыздар. Кремнің үшінші түрі ол пломбир кремі. Мен пломбир кремін молочная девочка, Наполеон, медовик секілді торттарға қолданамын. Ерген балмұздаққа ұқсайтын өте дәмді кремдердің бірі. Ол кремнің рецебін менің каналымнан таба аласыздар. Наполеон корждары пеште қатты көтерілген болса, оны қасықпен басып қойсаңыздар болады. Крем корждарға сіңген уақытта өте нәзік болып шығады. Барлық корждарын құрап алғаннан соң, оның бетіне үгінділерін сеуіп, тортымызды әсемдеп, сәндеп шығамыз. Дайын болған тортты бір ыдысқа салып, оның бетін жауып, бір түнге холодильникте қалдырамыз. Сонда крем корждарға сынып, тортымыз ерекше дәмді болып шығады. Осымен біздің өте ерекше дәмді тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен сіздермен тек қана ерекше рецепттермен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.